Сәлеметсіздер ме балалар? Әліппе пәні 85-ші сабақ. Дыбысымен әрпі. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрау, сөздерді үндестік заңына сәйкес дұрыс айту, оқу түрлерін буындап оқу, тұтас оқу, мәнерлеп оқу, түсініп оқу, қолдану, жазу жолын, жол аралықты жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерін, әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу, талаптарына сай жазу. Қане балалар, тақтаға қарайық. Жұмбақ шешіп алайық алдымен. Жіппен келеді, үссең сөнеді. Ол не екен? Электр шамы. Жарайсыздар балалар. Бізге электр шамы деген сөзде осы жерде бізге таныс емес әріп бар ма? Қандай әріп таныс емес? Бірінші тұрған әріп бізге таныс емес екен. Әріпі. Жіңішке дауысты дыбыс. Бұл көбіне орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Балалар, әріпін түймелерден немесе ермек саздан жасап көріңіздер. Мына суретке назар аударайық. Экскаватор жер қазды. Экскаватор құрылыста тас, топырақ қазатын көліктің түрі. Экскаватор сөзінде 4 дауысты дыбыс бар, 4 буын бар. Сөздерді үндестік заңына сәйкес дұрыс айту. Экран, экипаж, электр, эскимос, элеватор, экскаватор. Эскимостар. Эскимос дегеніміз солтүстік өңірде өмір сүретін сыртқы әлеммен байланысы аз, өмір салты мен әдеттері ешкімге ұқсамайтын аз ұлт. Мына жерде эскимостар көрсетіліп қойылған екен. Экран, теледидардың, ұялы телефонның беті. Экипаж, ұшақтағы жүргізушінің көмекшілері. Эскимо, балмұздақ. Эскалатор, адамдарға бір қабаттан басқа қабатқа тасымалдайтын жылжымалы баспалдақ. Оқу түрлерін буындап оқу, тұтас оқу, мәнерлеп оқу, түсініп оқу, қолдану. Мына жерде мәтін берілген екен, сол мәтінді оқып шығайын. Мына кітап негеш деп аталады. Бұл кітаптан керекті ақпарат алуға болады. Одан эскалатор, электробус туралы оқи аласың. Эскалатор дегенді жаңа мен айтып кеткен болатынмын. Эскалатор дегеніміз бір жерден екінші жерге тасымалдайтын баспалдақ. Электробус, яғни тоқ арқылы жүретін көлік, автобус десе болады. Бұл яғни адамдарды тасымалдайды. Элеватор астықты қабылдау, алуға, тартуға арналған астық қоймасы. Кім шапшаң ойыны балалар? Қайсы электр бұйымына жатады? Яғни мына жерде бірнеше суреттер берілген екен, соның ішінен бұйымын қайсы екен көрсетесіздер. Әрпінен бастап экскаваторға дейінгі жолды өтіп шығуымыз керек. Экскаваторға дейінгі баратын жолды шапшаң табу керек. Яғни ол үшін әріптерінің үстінен басып өтеміз. Бұны өздеріңіз орындайсыздар балалар. Енді балалар, әрпін ауада жазып үйренейік. Алдымен бәріміз тақтаға қараймыз. Мынау әрпінің бас әрпі. Келесі әрпінің кіші әрпі. Сіздер де балалар осындай етіп салып, ауада жазып үйренді деп ойлаймын. Келесі балалар, оқу мақсатына сәйкес жазу жолын, жол аралықты, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерін, әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу, талаптарға сай жазу. Яғни әдемілеп алдымен әрпінің бас әрпін,
және кіші әріптерін көркемдеп жазып шығасыздар. Одан кейін электр бізге жарық береді, элеваторда астық сақтайды деген сөйлемді балалар дәптерлеріңізге әдемілеп көшіріп жазасыздар. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.